Саламатсыздар балалар, отырыңдар. Бүгінгі сабаққа сендерге сәттілік, көңіл күйлерің өте жақсы көңіл күйде бүгінгі сабақты өткіземіз деген ойдамыз. Бүгінгі біздің жалпы сабағымыздың тақырыбы қысқаша көбейту формулаларының көмегімен өрнектерді түрлендіру тақырыбы есептер шығарамыз. Яғни жалпы қысқаша көбейту формуласын қолдана отырып біз қайталау есептерін шығаратын боламыз. Сабағымыздың мақсаты есептерді шығаруда түрлі комбинацияларды орындау үшін қысқаша көбейту формулаларын қолдану. Жалпы сабақты бастамас бұрын балалар бүгін топқа бөлініп алайық, Жұтам алдарыңызға қағаз топтың ішіне топтың номері жазылған қағаздар таратылды. Сол қағаздарды алыңыздар, кімге қай топ түссе орындарыңызға жайғасыңыздар. Bir-biрлерінің дәптерlerinde мына тақтада берілген тапсырма бойынша тексеріп шығыңдар. Жылдан дәптерlerіңізді алмастырып тексеріп шығамыз. Тексеріп болса, парталарында әрқайсының өздерінде бағалау аяқтары жатыр. Сол жерге әркім өзін бағалап отырсын, әрбір кезек сайын. Үй тапсырмасы барлығы дұрыс болса, 2 балл, қате болса 1 балл, мүлдем дұрыс емес болса 1 балл деген бағамен өз-өздеріңізді бағалап отырыңыздар. Болды ма бағалап? Бағалап болса, ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Жалпы өткен сабақты еске түсіру мақсатында қысқаша көбейту формулаларын қолданып, сәйкестендіріп, еске түсіріп кетейік. Мына қысқаша көбейту формулаларын сәйкестендір дейді. Тапсырма сендерге тапсырма берілді. Яғни бірінші формуланы атаймыз. Формуланы оқимыз, содан кейін барып сәйкестендіреміз. Тақтаға кім шығады? Келем. Ненің формуласы деген айта ғой. Бұл ненің формуласы астында. Қысқаша көбейту формуласы қайсы кубтың формуласы жарайсың. Келесі кім шығасады? Тұтам. Квадратты қысқаша көбейту формула. Келесі келем. Қай формула? Квадрат. Бұл қысқаша көбейту формуласының кубты формуласы. Квадраттың формуласы. Келесі кубтың формуласы. Келесі келем. Аминус бұның кубы. Мынаған тең жақсы. Келесі соңғы формуланы
керек, иә? Екі қате жіберілді балалар. Мынау жіберілген қателерді естеріңе түсіріп, формуланы қайталап, қайтадан қателерді жөндейді. Келесі қарай. Бізде енді келесі тапсырма конверт сұрақ әдісі, яғни топтық жұмыс. Топтарымызға қазір конвертке салынған сұрақтар таратамын. Сол конверттің ішінде әр топқа тиісті сұрақтар бар. Осы сұрақтарды жалпы өткен тақырыптарды еске түсіріп, бүгінгі тақырыпқа дайындалу мақсатында топтық жұмыс бірге топпен орындаңыздар, сұрақтарға жауап беріңіздер. Яғни топтық жұмыс бірге топпен бірге жұмыс жасаңыздар. Қажет болса, оқулықты қолдансаңдар болады. Барлық болдыңыздар ма? Болса, енді орындаған тапсырмамызды келесі топтармен алмастырайық. Үшінші топ, бірінші топқа беріңіздер. Бірінші топ, екінші топқа беріңіздер. Жұмыстарыңызды сіздердің алдарыңызда екі жұлдыз бір тілек әдісі бойынша осы біздің конверт сұрақ топтық жұмысты бағалаймыз. Яғни алдарыңызда берілген неге осы топтардың жіберілген қателерін, кемшіліктерін болашақта жібермес үшін тілектеріңіз арқылы, жылы тілектеріңіз арқылы екі жұлдыз бір тілек әдісі арқылы бағалап өтсеңіздер. Болдық па? Тексеріп. Болсақ, бірінші топтан бастайық. Бірінші топ, қай топтың тексеріп атсыңдар? Үшінші топ ма жарайды? Қай жерде қате жіберілген? Үшінші топ мұқият назар аударыңыздар. Жақшаны ашқанда таңбаға назар аударыңыздар. Жақшаны ашқанда таңбаға назар аударыңыздар. Яғни келесі жолы жақшаны ашу барысында таңбаға мұқият боламыз, жарай ма? Үшінші топтың жауабын тыңдайық. Қысқаша көбейту формуласын дұрыс қолдану қажет. Қысқаша көбейту формуласын дұрыс қолдану қажет дейді. Яғни қысқаша көбейту формуласын қолдану барысында аздаған қателіктер жібердіңдер. Болашақта ол формуланы
қате жібермеуге тырысамыз, иә? Отыра ғой, рахмет. Келесі. Формуласын қолданғанда есепте дұрыс қараңыз. Кубтың формуласын қолданғанда, яғни формулаға мұқият болу қажет дейді сіздерге де. Кемшіліктеріңізді жөндейсіздер, болашақта формуланы жақсылап мұқият жаттап алу қажет, иә? Келесі. Келесі тапсырма бізде. Енді бургер әдісі, бұл жерде жұптық жұмыс. Сіздерге бургерлерде жазылған әртүрлі есептер таратылады. Қысқаша көбейту формуласын қолдану арқылы әрбір екі адам жұппен бірігіп отырып дәптерге орындайсыздар. Жұптық жұмыс, әрбір екі адам бірге дәптерге бірігіп орындайсыздар. Есеп шығару барысында балалар жаңағы бірінші тапсырмада қате жіберген қысқаша көбейту формуласын қолдануға мұқият болуға қажет, ме? Жылдам орындаңыздар. Әрбір кезең сайын алдарыңыздағы бағалау парақтарына әркім өзінің деңгейін бағалап отырасыздар. Қай тапсырмада қанша қате жіберілді, қанша балмен барлығы алдарында қағазда бағалау парағында жазылып тұр, өз бағалау парағында. Сол жерді мұқият әрбір кезең сайын толтырып отырыңдар. Сабақ соңында жалпы қорытынды жасайтын боламыз. Тапсырма түсінікті ме? Тапсырманы орындап болса, енді жұптарыңызбен бірге орындаған жаңа бургерлеріңіздің есептерін тексеріп шығыңыздар. Кімдікі дұрыс, кімдікі дұрыс емес. Бірден бағалау парағына бағаларыңызды қойып отырыңыздар. Тексеріп болсаңыздар, кімдікі қаншалықты дұрыс екенін білу үшін алдарыңызда бағдаршам әдісі бойынша, осы бургер әдісін бағдаршам әдісі бойынша бағалап жіберейік. Кімнің есебі дұрыс болды, жасыл түсті көтереміз. Кімде бір қате, таңбадан қате кетті, қызыл түсті көтереміз. Мүлдем есептеріміз дұрыс емес болса, сары түстіні көтеріңіздер. Рахмет. Келесі. Енді бургер жеп қанданып қойған шығар, шпілдеген шығарсыздар. Келесі тапсырма бізде кеседегі шай. Яғни жеке тапсырма. Мына жерде сіздерге тапсырма берілген, әр топтан 3 адам топ басшысы келіп, осы жердегі тапсырмаларды алып тақтаға орындайсыз. Келе алыңыз.
Tamam. Şimdi böyle olay. Tahtаны тиімді пайдаланып, кішкене кішірек қылып, тақтаны тиімдірек пайдаланып, бұдан тақтадағы қалған орында отырған балалар тақтадағы есептерді жазамыз. Асықпай, мұқият, қорқылаған, қателеспей. Қай формуланы қолдандық, қай не қысқаша көбейту формуласын жақшаны қалай аштық, есепті түсіндіресіңдер қазір. Ең бірінші біз мың азайту аның алты дәрежесін жазып аламыз. Жазып аламыз. Біз біріншісінде Жазып. ал келесі жақшадағы ақыл минус бөліктің формуласы. А куб минус Б куб. Яғни А кубтың неге тең болады? Аның алты дәрежесі. Жақшаның алдында минусы бар, алдына минус түседі. Жарайсын. Одан кейін айта беремін жүк. Одан кейін біз кубтың орнына ол мың болады. Өйткені оның кубы мың. Минус мың болады. не істейміз? Енді бізде ұқсас қосылғыштар жойылып кетеді. Қарама-қарсы сандар жойылып кетеді. Не жойылады? Мың мен мың жойылады. Мың жойылады және аның алты дәрежесі мен аның минус алты дәрежесі жойылып кетеді. Не қалады? Ештеңе Нөлге. Ештеңе қалмай нөлге тең. Отырады. Дұрыс. Келесі әділет болды ма? Каусардың есебін тобында отырған достары көмектесеміз қазір. Орында отырып шығара беріңдер, Каусарға көмектесеміз. Алла деп айталар. Biz birinchi жақшада қысқаша көбейту формуласы арқылы біз жақшаны ашамыз. Яғни А9 плюс Аның 9 дәрежесі плюс 9 дәрежесі плюс 729 минус Аның 9 дәрежесі плюс 729. Аның 9 дәрежесі мен 9 дәрежесі жойылды. Себебі олардың қарама-қарсы таңбалары қарама-қарсы. Ал 729 таңбалар бірдей болған. таңбалар қосылып кетеді. Минус 428. Келесі Каусарға кім көмектеседі? Екінші топ, үшінші топ, бірінші топ. Кім көмектеседі Каусарға? Нөл бүтін мыңнан 512 бұның кубы, минус 100. Плюс 0,8 плюс 5. Бірінші жақшада көбейту, екінші жақшада 0,64 q-ның квадраты минус 4t плюс 25. Не істейміз бірінші?
derecesine minus 100'ün özün yazıp alamız. Dürüst aytasında yazalım. 0 bütün aslında yazılır. X 0 bütün bundan 512 bunun özün yazamız. Minus 100'ün özün yazamız. Kosu. Al istiyorlar böyle. 0 bütün 0,8 tonun kubu neşe getir? 0,512 tonun kubuna tek olacak. Plus ceza koy. Plus 0,512 kubu. Plus. Plus 125. İki joylama. Joymaydı. İki onun hangası bir kosup gidedi. Keyin ne bo'ladi? 0,512. İki kosgan кезде tugan bagan turib qo'shib berdir. Bir bütün bundan 24. Teksirinde bagan turib qo'shdilar. Bundan 512'ye 0 bütün bundan 512'ni qo'shdilar. Turşasıma. Niye kalk gitti? Kim durustaydı? Endi durust bo'ldi. Bo'lma? Bir bütün 33 bundan 24 ne var arkasında? Minus 100 plus 125 2 ne bo'ladi? 2 bir kırgıcı plus 25 ülkenin kişisinin az edamız ya oturalım. Tabii de yazılanlar dolaşılarımızdan. Келесі тапсырма бізде есеп шығарып шаршаған боларсыңдар, кішкене серіктің жаттығын жасағалар, кішкене бойымызды сердітіп. Мына жерде сіздерге тапсырма беріледі. Нүктеден бастап, мына жерде графикалық диктант, яғни екі клетка төмен, бір клетка жоғары деп тапсырма беріліп тұр. Осы бойымен, ретімен орындап шығасыздар, қандай сурет шыққанын көрейік. Бірге бәріміз бірге судан суда асықпай мұқият қатесіз орындап шығыңыздар. Muhtemelen orundamızlar.
қолданады. Суреттерді көрсете қойыңдар. Не шықты? Не шықты? Айдаһар дейді. Жақсы. Сіздерде не шықты? Қарауыз. Екінші топ сіздерде не шықты? Үшінші топ иттің сурет шықты. Жақсы. Қарайсыздар. Енді оқулықпен жұмыс жасайық. Кітаптарымызды ашыңыздар. Кітаптарымызда 35-те 5-ші есепті тақтаға орында. Номері 35-ші есеп. Екі оқушы тақтаға келсін, қалғандарымыз орынға отырып орындар. Тақтадан бірін болсаңыздар, әкеп көрсете беріңіздер. Теңдеуді шешіңдер дейді. Яғни қысқаша көбейту формуласын қолдану арқылы не істейміз? Теңдеуді шешеміз. Қалғанда орында отырып, кабинетте орында беріңдер. Түсінікті ма тапсырма? Мұхаммедтер айтып шығар, не істеп жатырсыз? Теңдеу шығаратын боламыз, ол егес қосылған 5x-тан квадратын қолданамыз. 5x-ның квадраты 25 x квадрат. Азайтылған. Сол кезде біз беске көбейтеміз. Бірдің квадраты 1-ге тең, е? Азайтылған 1. Тең. Жақшаны ашамыз. 5x-тің квадраты. Жақшаны қажет жоқ, бірден жаза беріңіз. Өшірмей қой. 25x квадрат. 2 еселенген, қосу. Бірден көбейтіп жаза бер. 5-ті 2-ге көбейтесің. 10 тағы 2-ге көбейтесің. Жазайын дедім, мен. Тағы да 2 бар. X бар қасында, е? Плюс. Ананда өшірші көрді. X плюс 2-ның квадраты 4. Астына жазасын неге? 25x квадраттар не істейміз? Жойылып кетеді, е? Жойылып кетеді, себебі олар қарама-қарсы сан. Яғни теңдіктің сол жағына өткенде өз жойылып кетеді. 35-ні өзін жаз. Азайтылған 1 бар. Азайту 4, осы бетке өткізіп бәрін. Тең. Неше x қалды ар жақта? 20x, е? 30 тең 20x. Тең не істейміз? 30-ды 20-ға бөлеміз. X тең
Bir bütün 20'dan 10 deydi. 20 men 10 tağda kıskarad ya. 2 kıskarada 10 ga kıskarad söylesizler. Bir bütün 2'den 1. Bolmasa ne dep yazılı bolada? 1 bütün 10'dan 5 dep 10'luk bölçek türünde yazıp koyguğa da bolady ya. Jakсы, oturağa жазып koyчу. Kelesi. Yumuşaklarda. İkincisi. Hazır. Cehennem ceziyet. Nacakta ölçtükçüsün. Kalanlar dapterge cezamız. Hazır ayıp duruşlar. Kişilik tahttan tiyimde paydalanıp Ең бірінші үшті өзін жазамыз. Үшті бұл квадраттық нені ашамыз. 2-ның квадраты 4х квадрат қосылған 2 еселейміз. 2-ні 3-ке көбейтеміз 6. 6-ны тағы да 2-ге көбейтеміз 12. 12х қосылған 3-ті квадраты 9. Тең 4 бұл Birinci kvadrattық формула. Бұл жақта квадрат сразу 4х квадрат 4х квадрат минус 6-ның квадраты 36. 36. Тағы да 4-ке көбейтіледі, я? 36 тағы да 4-ке көбейтіледі. Онда 34-ке көбейткенде неше шығарып алады? 144. Бірден жаза салады, я? 144 минус 4х квадратта. 4х квадраттар қысқарылып кетеді. Неге жойылады? Өйткені бұл жаққа шыққан кезде таңбалары өзгереді. Таңбасы қарама-қарсы өзгереді. Жойылып кетеді. 12 Енді не істейміз? 12x'ті сол жақта қалдырасың да. Қалады. Қалған бос мүшенің бәрін 144-тен 15 азайтамыз. Азайтамыз. 15 қайдан шықты? 3 пен 12-ның қосылысы. 3 пен 12-ні қосамыз ба? 3 пен 9-ны қосамыз. 3 пен 9-ны қосамыз. 144-тен 12-ні азайтсақ 132. 132. X-тен не істейміз ағай? 132-ні 12-ге бөлеміз. X-тен 132-ні 12-ге бөлеміз. Тең неше шығады? 11 шығады. 11. Отыралай. Қыздан тақтадағы жазып алыңдар. Жазып алайық. Болдыңдар ма?
Ya, ama eklemesi kapsamamak döşek. Bugünkü sabahımızda hortumlar ötecek balalar. Bugünkü sabahımızda hortumlar için telefonlarımızı alınsa. Telefonlarımızda men hazır silteme jiberimin. Sol jerde bugünkü жалпы sabahta ötülgen kıskaça көмейді formulaсын қолданып, қорытынды жасап, тестті орындаймыз. Әркім өз телефонынан орындайсыздар. Siltemeni men hazır жалпы неге жиберемін чаттарыңа. Silteme жіберілді. Kimde telefon жоқ қазір? Мұхаммед Айдар, сен тақтаға орындай қой. Telefonda қасындағы жолдасына беріп кет. Бұл әркім өзінің телефонымен орындай беріңіздер. Silteme чапқа жіберілді. Соңында кім қанша балл алғанын айтасыздар. Мысалға, мынанша сұрақ болды, мынаншағы дұрыс болды. Келе қойыңыздар. Өзің орында. Әркім өз орындасын балалар. Өзің не білесің, соны жалпы белгілеп шық. Енді кішкене күтетін 5-ші сұрақты орында отырғандар орында болсын, содан кейін орындайсыз. Отырып па? Кім болды? Әділет болдың ба? Неше балл? 5-тен 4 жақсы, жарайсың. Әнжеу? 5-тен 5 дейді жарайсың, тамаша. Келесі. Наргиза? 5-тен 3 жақсы. 5-тен 4 дейді жақсы. Зере? 5-тен 4 жақсы. Келесі. 5-тен 5. Назерге? 5-тен 4 жақсы. Костя? 5-тен 5 дейді, тамаша. 5-тен 4. 5-тен 4. Костар? 5-тен 4, ya? Ramazan? 5'ten 3 жақсы. Бекнұр, бір жауап? 5-тен 4 жақсы балалар тамаша. Жауаптар өте жақсы. Әрбір кезең сайын өз-өздеріңді бағалап отырсыздар ма? Алдардан бағалау парағына осы кезеңді бағалай қойыңдар. Ал мұхаммедер соңғы жауабының жауабын бастап, неше жауапқа дұрыс бергеніңізді көрейік. Жақсы, 5-тен 4. Жіберген қателіктерімді балалар келесі сабақта жібермеуге тиіссіңдер, жүре ме? Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Жалпы бүгінгі сабаққа деген кері байланыс беріңіздер. Телефондарыңызбен QR-кодты сканерлеп, бүгінгі сабаққа деген кері байланысы сол жерге телефон арқылы жазып, өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Алыстан көрінбей жатса, топтарыңызға арнайы қағаздар көрініп бердім.
Егер алыстан телефондарыңыз оқылмай жатқан болса, бүгінгі сабаққа деген жалпы өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп кетсеңіздер. Үйге тапсырма балалар 35-те 8-ші тапсырманы үйден орындап, келесі сабаққа орындап келесіздер.